Пайғамбарымыз сол мақамы Махмуд, сол мәртебеге еленеді қияметте. Жалғыз ғана құл сол мәртебеге еленетін. Және ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан қиямет осындай қиын болғандықтан қанша білім алыңыз, қанша нәрсені оқыңыз, егер бір адамға бір нәрсе үйрететін болсаңыз, Раббысымен байлаңыз оны бірінші орында. Рахманмен байлаңыз. Өйткені соңғы сөз Рахман шешеді тағдырын. Екіншіден байлайсыз ба? Елшісімен байлаңыз. Елшісімен байланған адам құтылды. Ал өзіңнің ішіндегі бір мінездеріңмен, табиғаттарыңмен, ойларыңмен, пікірлеріңмен байлай берме. Сен түк түстей алмайсың қияметте. Бәріміз мұқтажбыз ертең анағына. Алла Тағала өз Құранда айтып отыр ғой. Ва хошағатил асуату лир-рахман. Махшарда дейді, дауыстар деген өшеді дейді, жоқ дауыс. Фала тасмау илля хамса. Ей пайғамбар, тек қана аяқтың дыбысын ғана естисің дейді. Ештеңке жоқ қолда. Не болар еді екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі айтқандай, хатта ана ла адри ма юфалу би дейді. Мен білмеймін менімен не істелетінін. Қараңыздар, тақуа адамның сөзі қандай. Ал кімде-кім өмірі пайғамбармен байланбаса, қияметте андай жағдаймен аяқталады дейді Алла Тағала. Ва яадду золиму аля ядейхи. Ол күні Алла Тағаланың елшісіне Құранға ермеген әркім. Қараңыздар қандай мәселе. Мына екі саусақты тістейді дейді қолдарын. Соншалықты өзіне өзі қатты ренжіп, өзіне өзі қатты қапа болып, өзіне өзі қарғап жатқан кезде жамсалынан тістеп уаяқулу дейді. Айтып жатады дейді. Я лайтани тахусту мағар расули сабила. Әттеген ай, елшімен бірге жол ұстағанымда ғой. Сол сөзді айтады адам. Ол сөзді бүгін айту керек. Мен не істеп жүрмін деп. Елшінің жолы ғана аман жол. Сол ғана Алланың разылығын алып барады. Бүкіл жәннатыңа дейін шешіп береді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алла Тағала рұқсат етеді оған. Қаншалаған адамдар болады қияметте, жақсылығы мен жамандығы бірдей болып қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарайды бұл. Соны шешіп жәннатқа кіргізеді. Қараңыз қандай мәселе. Біреулерге бір дәрежелер керек, амалдары бар. Не бір дәрежелерді ұтып береді жәннаттарда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өмірің зая кетпес үшін байланысың дұрыс болу керек. Байланысың заяға кетпейтін байланыс болу керек мына өмірде. Ешбір күнің заяға кетпеу керек та. Қашан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам байланасың, сенің өмірің бүкілі пайдалы өмір болады.